Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз геометрияның алғашқы ұғымдары бөлімін бастаймыз. Менің аты-жөнім Сәдім Айгүл Жанетқызы. Сабағымыздың тақырыбы планиметрияның алғашқы ұғымдары аксиома. Сабағымыздың мақсаты планиметрияның негізгі ұғымдарымен танысу. Нүкте, түзу, жарты жазықтық, сәуле, кесінді, бұрыш, үшбұрыштарда жату. Және нүктемен түзудің тиістілік аксиомаларымен танысып, тапсырма орындауда қолдану. Сабақ барысында біз нені меңгереміз? Геометрия қандай ғылым? Геометрия ғылымы қандай ғалымның негізінде қаланған? Геометрия қандай салалардан тұрады? Планиметрия қандай саланы қамтиды? Стереометрия дегеніміз не? Негізгі геометриялық ұғымдарға қандай ұғымдар жатады? Сәуле, кесінді, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық ұғымдарымен танысамыз. Аксиома дегеніміз не? Және нүктемен түзудің тиесілік аксиомаларымен танысады екенбіз. Геометрия гректің гео жер және метрио өлшеу, яғни заттардың формасын, өлшемін және де өзара арақатынастарын зерттейтін ғылымның саласы. Геометрия екі үлкен салаға бөлінеді: планиметрия және стереометрия. Планиметрияда бір жазықтық бойында жататын көлемсіз геометриялық фигуралар зерттеледі. Анықтамасыз қабылданатын геометрияның негізгі ұғымдары. Демек, біз геометрияның алғашқы ұғымдарына нүкте, нүктені латынның үлкен әріпімен белгілейді. Түзу, түзуді латынның кіші әріптерімен белгілейді. Жазықтық және жарты жазықтықты гректің әріптерімен белгілейді екен. Гректің әріптері альфа, бета, гамма, пи тағы басқа болып бөлінеді екен. Сәуле. Сәуле бір жағы шектелген түзудің қандай да бір бөлігі. Кесінді. Кесінді екі нүктемен шектелген түзудің бөлігі. Бұрыш. Бұрыш бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигура. Үшбұрыш. Үшбұрыш бір түзудің бойында жатпайтын, үш нүктені қосатын кесінділерді шектейтін жазықтықтың бір бөлігі. Келесі сала стереометрия. Стереометрияда белгілі бір көлемі бар геометриялық фигуралар зерттеледі. Оларға пирамида, цилиндр, конус, шар, параллелепипед жатады. Есіңе сақта, аксиома бұл дәлелдеуді қажет етпейтін, теріске шығаруға болмайтын ереже. Аксиомалар математикалық ғылыми теорияның негізгі түсініктерін тұжырымдайды. Мысалы, нүкте мен түзуге қатысты аксиомаларды қарастырайық. Қандай түзу болмасын, ол түзуде жататын нүктелерде, жатпайтын нүктелерде болады. Берілген мысалда, егер нүкте қандай да бір түзудің бойында жатса, онда нүкте берілген түзуге тиісті делінеді. Демек, мысалы, Б нүктесі А түзуіне тиісті. Ал егер нүкте түзудің бойында жатпаса, онда нүкте берілген түзуге тиісті емес делінеді. Бұл жерде, мысалы, А нүктесі А түзуіне тиісті емес. Демек, берілген мысал бойынша А, Е, К және Н нүктелері А түзуіне тиісті емес. Себебі одан тысқары жатыр. Ал Б, С, Д нүктелері А түзуіне тиісті. Себебі бұл нүктелер А түзуінің бойында орналасқан. Келесі аксиома. Кез келген екі нүкте арқылы бір және тек бір ғана түзу жүргізуге болады. Оған мысал ретінде келесіні көрсетуге болады. Екі нүкте арқылы тек бір ғана түзу жүргізуге болатындығының дәлелі келесі суретте. Мысалы, А және С нүктелері арқылы тек бір ғана түзу жүргізіліп тұр. Келесі бір түзудің бойында жатпайтын үш нүкте арқылы өзара қиылысатын үш түзу жүргізуге болады. Оны келесі сызбадан көруге болады. Ал енді берілген материалды бекіту мақсатында келесі тапсырманы қарастырайық.
фигуралардың түрлеріне байланысты атауларын жазып, кестені толтырыңыз. Ал егер балалар толтырып болсақ, оны дайын жауаппен тексеріп көрелік. Егер сіздердің жазған атауларыңыз дұрыс болса фигураларға байланысты, онда плюс таңбасын қойыңыз. Егер дұрыс емес болса, минус таңбасын қою арқылы өздеріңізді тексере аласыздар. Және де негізгі фигураларды сызба бойынша анықтайды бағалау критерийінің фигуралардың атауларын жазады дескриптор арқылы өзімізді бағалауға болады. Енді балалар, бүгінгі өтілген материалдар бойынша өз бетінше орындауға арналған тапсырмаларды ұсынамын. Екінші тапсырма: жазықтықта көз мөлшерімен ара қашықтығы а см болатын А және Б нүктелерін белгілеңіз. А және Б нүктелерінің өзара қосыңыз. Сызғышты пайдаланып, АБ кесіндісінің ұзындығын анықтап, оны А санымен салыстырыңыз. Үшінші тапсырма шығармашылық тапсырма. Геометрия ғылымының тарихындағы басты тұлғалар Евклид, Архимед, Лобачевский туралы хабарлама жасауды ұсынамын. Және де бүгінгі өтілген материал бойынша келесі ресурстарды қолдануларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.